Өмірдегі ең қиын нәрселердің бірі ол дұрыс таңдау жасау. Кез келген адам таңдау жасар алдында өзіне деген сенімсіздік болады. Нақты әрі дұрыс таңдау жасау үшін сіз өзіңіздің ақыл-ойыңыз бен ішкі түйсігіңізге сенуіңіз керек. Ал бүгінгі сұрақтарымыз да сол таңдау жасау жайында болмақ. Ал онда кеттік. Сіз тығырықтан шығуыңыз үшін 3 есіктің біреуін таңдауыңыз керек. Бірінші есікте үнемі жанып тұратын от, екінші есікте қатыгез қарақшылар, үшінші есікте 2 ай аш отырған арыстан бар. Таңдау сізде. Дұрыс жауабы үшінші есік. Арыстан 2 ай аш отырса, оның тірі қалуы екіталай. Сіз полиция қызметкерісіз. Сізге бала ұрланған туралы ақпарат келді. Лифтідегі 3 кісінің біреуі қылмыскер. Қайсы адам бала ұрлаушы деп ойлайсыз? Дұрыс жауабы үшінші адам. Себебі әкесі ересек баласының қолынан ұстап тұрмайды. Шахматтың қайсы фигурасы жоқ? Дұрыс жауабы үшінші фигура. Әріптердің арасынан қанша рет 7 саны кездеседі? Жауабы 4. Сізге иллюзиялық сұрақ. Қайсы фигураның көлемі үлкен? Жасылдың немесе сарының? Дұрыс жауабы жасыл фигура. Бұл жерде қандай фигура болуы тиіс деп ойлайсыз? Жауабы үшінші фигура. Видеоларымыз ұнаса, каналға жазылып достарымызға таратайық. Мына қоңыраушаны бассаңыздар, видеоларымызды үзбей көретін боласыздар.